Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Дәріс 9. Қабатты гидравликалық жару. Сабақтың жоспары. Қабатты гидравликалық жарудың технологиясы. 2. Гидравликалық жарудың мақсаты мен міндеттері. 3. Гидрожару сұйығына қойылатын талаптар. 4. Қабатты гидравликалық жаруға арналған техникалар. Қабатты гидравликалық жару ұңғымалардың түп аймағына әсер етудің тиімді құралы. Ұңғымаларды меңгергенде бұл әдістің мұнай мен газы кен орындарының өнімділігін арттыру үшін, айда ұңғымаларын жұту қабілетін көбейтуге, қабат суларын бөліктеуге және тағы басқа сол сияқтыға қолданылады. Қабатты гидрожару үрдісінің мәні түп аймағының жыныстарында ұңғымаға айдалатын сұйық қысымы әсерімен жасанды жарықтар жасау және бұрынғы жарықтарды кеңейтуде, қабат жыныстарында қысым көтерілгенде жаңа жарықтар қалыптасады және бұрыннан барлары ашылады немесе кеңейеді. Бұл жарықтар жүйесі ұңғыны түптен қашықтықта жатқан қабаттың өнімді аймақтарымен байланыстырады. Қысым төмендегенде жарықтар бітеліп қалмау үшін оларға ұңғымаға айдалатын сұйыққа қосып құм айдайды. Жарықтар радиусы ондаған метрлерге жетеді. Гидрожарудан кейін ұңғы шығындарын бірнеше ондаған есеге арттыратын кәсіпшілік тәжірибесінде көрсетті. Бұл қалыптасқан жарықтардың бұрынғылармен жалғасатынын және ұңғымаға сұйық жару деңгейін ұңғымадан бөлектенген жоғары өнімді аймақтардан келетінін айтамыз. Суретте сұйықпен жару үлгісі көрсетілген. Бірінші, жару сұйықтығын айдау. Екіншісіне, құм тасығыш сұйығын айдау. Үшінші, бастыру сұйығын айдау. Қабатта сүзілетін сұйықпен жарғанда жарықтардың қалыптасу механизмі былай болады. Ұңғымада сорап агрегаттармен тудырылатын қысымдағы жару сұйықтығы алдымен жоғарғы өткізгішті аймақтарда сүзіледі. Бұл кезде тік бағыттағы қабатшаларда қысым айырмасы пайда болады. Өйткені өткізгіштігі жоғары қабатшалардағы қысым, өткізгіштігі аз немесе тіптен өткізбейтін қабатшалардағы қысымға қарағанда жоғары. Нәтижесінде өткізгіш қабаттың жабыны мен табанына жарушы күштер әсері басталады да, жоғары тұрған жыныстар деформацияға ұшырайды және қабатшалар шеттерінде көлбеу жарықтар пайда болады. Схемада гидрожару процесі көрсетілген. Мұнда гидрожару жарық процесінде жарықтар пайда болды. Осы жарықтардың тесіктерінің көмегімен пайдалану құбырына қарай мұнай мен газымы жылжи бастайды. Қабатты гидравликалық жарудың технологиясы. Гидравликалық жару әдісі келесі ұңғымаларда қолданылады. Өнімділігі аз ұңғымаларда, қабат қысымы жоғары, өткізгіштігі төмен коллектордағы ұңғымаларда, түп аймағы ластанған ұңғымаларда, аз айдайтын айдау ұңғымаларында, жұтылу аралығын кеңейтуші айдау ұңғымаларында қолданылады. Гидравликалық жарудың мақсаты мен міндеттері. Бірінші, жарықшалар салу, жарықшалардың түзілуі қабат құрамына сәйкес келетін сұйықты қабаттың жұтылу жылдамдығына айдау арқылы жүзеге асады. Сұйықтың жылдамдығы тау жыныстарында ішкі кернеуі жоғарылағанша жүреді. Сонда қабатта жарықшалар түзіледі. Екінші, жарықшаларды ашық күйде сақтау. Қабатта жарықшалар түзіле бастаған уақытта сұйықтың құрамына жарықты айыратын материалдар пропанант, қарапайым құм қосамыз. Жарықшаға сұйықты тасымалдауға арналған. Сұйықпен жару процесінен кейін қысым азайып
Пропанант жарықшаларды ашық күйде сақтап қалып, қабатта сұйықтық өткізгіштігін жақсартады. Жару сұйықтығын тазарту. Ұңғымада өндіру процесін бастамас бұрын ұңғымалардағы жару сұйықтығын тазалауымыз қажет. Оны жоюдың қиындығы қолданылатын сұйықтың сипаттамасына, қабат қысымына, жарықты жару бойынша қабаттың салыстырмалы өткізгіштігіне байланысты болады. Жару сұйықтығын жоюдың маңыздылығы салыстырмалы өткізгішті төмендету кезінде ол сұйықтың ағу жолында кедергі жасамауы мүмкін. Төртінші, қабаттың өнімділігін жоғарылату. Процесті жобалауды бастамас бұрын оның экономикалық тиімділігіне толық талдау жүргізілуі керек. Схемада сұйықпен жару процесінің технологиясы көрсетілген. Мұнда сұйық пен пропанантты блендер арқылы араластырып, сорапты агрегатпен ұңғымаға айдаймыз. Сұйықпен жару процесі айдаған кезде қабатшаларда жарықтар пайда болады. Жарық пайда болған кезде осы жарықтар арқылы пайдалану ұңғымасына мұнай мен газымыз жылжи бастайды. Гидрожару сұйығына қойылатын талаптар. Жақсы тазалау қасиеттері, нашар сүзгілеу, жоғары тұтқырлығы, төмен, үйкеліс қысымы, қолжетімділігі мен арзан құны, жоғары тығыздығы, қайта өңдеу мүмкіндігі. Қабатты гидрожаруларға арналған техникалар. Мұнда автоцистерналар көрсетілген схемада. Қабатты гидравликалық жаруға арналған техникалар бұл сорапты агрегаттар. Осының көмегімен біздер сұйықтықты ұңғымаға айдаймыз. Қабатты гидравликалық жаруға арналған техникалар. Бұл техника құм араластырғыш агрегат. Суретте көрсетілген. Қабатты гидравликалық жаруға арналған техникалар. Бұл мұнда манифольд агрегаттардың барлық бір жүйеге қосуға, сұйықпен жару процесін басқаруға, бақылау және қорғауға арналған. Манифольд блогы екі топты байланыстан тұрады. Төмен және жоғары қысымды және сораптардың бір апат тоқтағанда төмен қысымды желге сұйықтың кері ағуын болдырмайтын кері клапандармен жабдықталған. Қазіргі кезде бір BM700 манифольд блогы қолданылады. Ол 70 мегапаскалға дейін қысымда жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Осымен дәрісіміз аяқталды. Тыңдап назар қойғандарыңызға рахмет.